Сәлем қыздар. Бүгін біз бризоль жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен салафанды мен арасын ашылатындай қылып кесіп дайындап қойдым. Сосын арасына фаршты қоямыз да бірінші дөңгелектеп жөндеп аламыз. Одан кейін үстіне ұн себеміз. Ұн сепкен соң ақырын қолмен бірінші тегістеп жаймалап аламыз да салафанды бетіне жауып дұрыстап катать етіп аламыз, жан жағы тегіс қылып. Енді салафанды ашқанда көрдіңіздер ме, олар бір-біріне жабыспайды. Сковородкаға салғанға ыңғайлы болады. Енді сковородкаға кішкене май құямыз. Менде бұл аз болып қалды, үстіне тағы қостым. Міне осы. Енді жұмыртқамызды дайындап қойдық. Соның үстіне жаңағы салафанмен әкелеміз да былай қойып ақырын тартамыз, сонда аккуратно әдемі шығады. И жаңағы жұмыртқаның несімен тарелкаға осылай ақырын сковородкаға түсіреміз, қызып тұрған майға. Пока ол піскенше бізге майонез бен кетчупты араластырып соус жасап қоямыз. Бізде балалар кетчупты больше жақсы көреді, сол үшін майонез аз қостым. Бізде кішкене арты аз пісіріп қойдым, сол үшін қайттан пісірдім. Екі жағынан қызартып тұрып пісірген кезде дәмі шашлык сияқты болып тұрады, дәмді болады. Менде сиыр етінен фарш. Жаңа соус саламыз да ақырын жағамыз. Жайып жаққан соң сразу домалақтап қоямыз. Яғни орап қоямыз. Солай тез-тез осылай пісіреміз. Мына жақта міне осылай қуырылып жатыр. Ар жақта менде картошка пісіп жатыр. Пюре жасайын деген гарнирға. И бұлай піскен соң осылай буында өзінің несінде тұра берсін деп просто асты өшіп тұр. И пюре жасап жатырмыз, езіп. Жасап болған соң әрқайсысын тарелкаға салып, бризоль салып, менде қалған соусты осылай бетіне себе салдым. Қасына пияз қойып, әрлеп қойдым. Сіздерге ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.